Бүгінгі Есенов университетінің кезектен тыс кеңейтілген ғылыми кеңесіне қатысушы қонақтар, ғылыми кеңес мүшелері. Есенов университетінің жарғысының 103-ші тармағының 31-ші тармақшасына сай өткізіліп жатқан университет президентінің қоғам алдындағы есеп беру кездесуіне қош келдіңіздер. Бүгінгі іс-шараға Маңғыстау облысы әкімінің орынбасарлары, Ақтау қаласының әкімі, Маңғыстау облыстық мәслихатының депутаттары, еңбек ардагерлері, қоғам белсенділері және сонымен қатар серіктес компаниялар, өлкеміздегі өндіріс орындарының басшылары, сонымен қатар Есенов университетінің ғылыми кеңесінің мүшелері, профессорлық оқытушылар құрам, студенттік кеңестің мүшелері қатынасып отыр. Сонымен қатар бүгінгі есеп беру кездесуіміз университетіміздің әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында тікелей эфирде өтіп жатыр. Сондықтан да өздеріңізді толғандырған сұрақтар мен пікір ұсыныстарыңыз болса, осы тікелей эфирде қоюларыңызға болады. Сонымен тікелей күн тәртібіне келетін болсақ, бүгінгі 2021-22 оқу жылындағы Есенов университетінің атқарған жұмыстар нәтижесі туралы баяндауға сөз университет президенті Берік Бақытжанұлы Ахметовке беріледі. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті достар, Маңғыстау өңірінің қоғам белсенділері. Баршаңызды бүгінгі біздің екінші есептік кезеңге қош келдіңіздер. Бұлдың алдыңғы жылдары біздер енді республикалық кәсіпорын болғандықтан біз тек қана ғылыми кеңестің алдында есеп беретін едік. Қазіргі тенденция өзіңізге белгілі біздің ашықтық, ықыласты, креативті қоғамның аясында осындай қоғам алдында есепті уже екінші рет белгілеп жатырмыз. Енді өздеріңізге белгілі, ең бастысы кез келген мемлекеттің адами капиталы сол елдің болашағының негізі болады деген енді ұлттық құрылтайда, ұлттық осы кеңестің деңгейінде айтқан болатын. Осыған сәйкес бізді осы өңірдің жалғыз университеті ретінде осы өңіріміздің адами капиталын қалыптастыруда бірегей университет ретінде қалыптастырғымыз келеді. Біздің миссиямыз осыған сәйкес Маңғыстау өңірінің тұрақты дамуы үшін оқыту, шабыттандыру және зерттеу жұмыстарын жүргізу болып табылады. Енді жыл сайын бізде де өсіп келе жатқан контингенттің дағдарыс тенденциясын көріп жатсыздар. 2017-тен бастап қазіргі контингент 2,5 есеге дерлік өскен болатын. Жыл сайынға бізге түсетін студенттердің санын салыстырмалы түрде көрсететін болсақ, ол да бір 3000 студенттің төңірегінде. Енді қазіргі сәтте біздердегі тек қана сан емес, осыған сәйкес сапаға да қатты көңіл бөліп жатырмыз. Енді мемлекеттік тапсырыс негізінде түсетін студенттердің санына қарайтын болсақ, соңғы 5 жылдың ішінде өзіңіз көріп отырғаныңыздай, мемлекеттік тапсырыс бойынша 261-ден қазір 2700 төңірекке жеттік. Енді ол біз енді үлкен қуанарлық жайт. Соңғы біздің студенттерді қабылдау науқанының нәтижесі, мысал үшін 2914 болатын болса, соның 1100 студенті мемлекеттік тапсырыс негізінде түскен болатын. Енді бұл енді біздің тарихымызда енді болмаған жайт деп айтуға болады, себебі бұл көптеген студенттердің сапалы екенін көрсетеді. Екінші жағынан басқа өңірлерді қамту бойынша өзіңіз көргендей, біз тек қана осы Маңғыстаудан ғана төңірегінде емес, биылдан бастап қазір Маңғыстау өңіріне түсетін басқа университеттерге де, басқа өңірдік студенттерге де осындай бір нысаналы гранттар беріле бастады. Соның есесінен Түркістан, Ақтөбе, Алматы, Қызылорда, Атырау, Орал, Ақмола, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облысы, Қарағанды деген сияқты көптеген елдік мекендерден біздерге Маңғыстауда оқимын деген студенттердің саны жылдан жылға артып бара жатыр. Біз енді жылда осы студенттермен көбінесе енді білім инновация лицейімен тығыз жұмыс жасаймыз. Олар енді Маңғыстауда біздерде мұғалім Development Scholarship деген бағдарламаның аясында Маңғыстауға керекті мұғалімдер бойынша келеді. Соның ішінде кампус тур, тағы басқаларды ұйымдастырып, осы өңірдің біздің артықшылықтарымызды көрсету арқылы біздерге енді бетбұрыс жасап жатырмыз. Оған қоса енді өздеріңізге белгілі біздің орналасқан жеріміз осы шекаралас елдер Түркменстан, Өзбекстан және Каспий бойынша Иран, Әзербайжан, Ресей Федерациясы бар. Осы елдерден түсетін студенттерді жылдан жылға артып келе жатыр. Енді алдыңғы жылдары енді бұл көрсеткіш бұдан да көп еді.
Себебі 2019-20 жылдары біздер шетелден оқитын студенттер 1800-ге дейін еді. Бірақ енді алдымыздағы 2 пандемия кетті. 2 жыл пандемияның аясынан шекаралар жабық. Жаңағы вакцинация мәселесі тағы басқа туындаған салдарынан шетелден түсетін студенттердің саны енді бар студенттердің өзі өз елдеріне қайтуға мәжбүр болды. Енді көбінесе енді бізге түсетін студенттердің көпшілігі енді Өзбекстан болғандықтан, енді кеше ғана өздеріңіз белгілі, біздерде Қарақалпақстан автономдық республика кішкене кептеліс болып, көп мәселелер болып, сол жақтан шекаралық мәселе болып, көп студенттердің өзі келе алмай жатыр. Бірақ дегенмен де біз осы білім және ғылым хабын осы Маңғыстау төңірегінде Есенбідте қалыптастырамыз ба деген үлкен проекттік жобамызды жүзеге асырып келе жатыр. Бұл Маңғыстау өңірінде оқитын орта мектептегі студенттердің, абитуриенттердің саны, мысал үшін биылға 7354 түлек ұшып шықса, орта мектептен келесі жыл 11000, сосын 12000. Бірінші студент бірінші классқа барған мектеп санына қарайтын болсақ 20000-нан асты. Ол деген не деген сөз? Жылдан жылға біздерге осы өңірлік деңгейдегі жоғары білімге деген сұраныс арта береді. Енді осыған сәйкес біз инфрақұрылымдық ішкі адами капиталымызды қалыптастырып үлгеруіміз керек. Енді соған сәйкес біз енді биылдыққа 9 бакалавриат, 2 магистратура, 2 докторантура деңгейлі бағдарламаларды ашқан болатынбыз. Дуалды білім бойынша біздің әріптесіміз отыр. Қаражанбас мұнай-газбен біздер деген үлкен дуалды бағдарламаның инициативаны аштық. Сізге енді алғыс айтамын осы бір инициативаны қолдаған үшін. Осы ретте біздің инжиниринг мамандығында оқитын студенттеріміз Қаражанбаста тікелей практикасын өтіп, соның есесінен әрі қарай оқытылған пән ретінде біз қайта есептеп жатырмыз. Осындай практика біздер енді Риксис, Waterworld пен Holiday Inn, Ренессанспен істеп жатырмыз. Ол жерде көбінесе қазіргі Маңғыстаудың, былайша айтқан кезде, келесі мұнай деп айтуға да болады шығар, осы туризм, қонақжайлық бағыты бойынша нақты блоктар өтеді. Жаңағы room service, food and beverage, тағы басқа, осыны оқып шыққаннан соң біз соны сабақ ретінде есептейміз. Шетелдік университеттерде осы hospitality бағыт бойынша 2,5 жылдың оқитын болса, соң 2 жылын ол осы отельдің базасын өткізеді. Дәл осындай практиканы бізде енгіздік осы жылдан бастап. 2 дипломдық бағдарлама қазіргі күнге дейін жұмыс жасайды. Көбінесе Әзербайжан елінің 2 дипломдық бағдарламалары, ол Әзербайжандық біздердегі Теңіз академиясы және Әзербайжандық Баку мемлекеттік университетімен. Ол жақта халықаралық қатынас мамандығы бойынша 2 дипломдық бағдарлама. Дегенмен біздің әріптестерімізбен енді қазіргі пост-ковид кезеңде білім беру бағдарламалары енді тек қана мемлекеттік стандарт сияқты қылып оқытуға болмайды. Қазіргі таңда әрбір білім алушы өзінде жеке траекториясының аясында оқу мүмкіндігін қарастыру керек. Себебі деген қазіргі оқитын балдар, альфа деңгейіндегі балдардың оқуға сұранысы түбегейлі басқаша. Біздің енді көп процестеріміз өкінішке орай XY деңгейдегі азаматтарға арналған. Олар 50 минут лекциядан оқу керек, содан кейін емтихан тапсыру керек, содан соң оның сабақтары қайта есептеледі деген сияқты. Қазіргі балдар фокустық мерзімі 4 минуттан аспайды дейді. 4 минут қызықсыз контент бересіздер ма, әрі қарай оның фокусы басқа жаққа ауысып кетеді. Әлеуметтік желі тағы басқа. Себебі мәліметтердің қоры соншалықты көп. Сондықтан максималды түрде әрбір білім алушыға бағытталған бағдарламаны жасақтайтын кезде ғана осындай бір жақсы осы күнге сәйкес бағдарламалар істелінеді. Енді баршаңызға мәлім, Маңғыстау деңгейіндегі педагогикалық деңгейдің бүкіл зерттеулері енді төмен деңгейді көрсетіп жатыр. Өкінішке орай ол ұзақ жылдар болып қалыптасқан бір дүние. Сондықтан бізде әріптестер ретінде ол жерде көбінесе енді Есеновтің түлектері оқиды, сабақ береді, точнее мектептердің деңгейінде. Сондықтан біз өзіміздің жеке жауапкершілігінің шеңбері ретінде осы педагогикалық бағытты ең басты приоритет ретінде айқындауды жөн көрдік әріптестермен бірге. Енді осы ретте енді автономдық кластер берілді ғой университеттерге. Қазір әрбір жоғары оқу орнына ол министрлікке қарамайды. Министрлік тек оның стратегиясын айқындап бергеннен соң жоғары оқу орындары жеке жауапкершілік шеңберін анықтап, сол жеке шеңберінің арасында өзінің жұмыс процесін ұйымдастырады. Сол сияқты біздің жеке жауапкершілік шеңберін ректорат деңгейіне әрі министрлігіне ұстап отырмай, соны төмен деңгейдегі деканат, кафедра деңгейіне түсіру мақсат. Сондықтан бізде кәсіби мектеп, яғни профессиональная школа образования форматын бастаған болатын. Сол мектеп
бізден әрі қарай былайша айтқанда нұсқау күтпей, өзіндік деңгейдегі жауапкершілігін анықтап, соны жұмыс жасайды. Енді біз жерде Graduate of School of Education деген как раз біз көп ақылдастық әріптестермен 3 жыл бойы сол практиканың аясында біздерге енді эксперттер де көмектесті. Енді бұл 2020 жылдан басталған проект. Бұл жерде Назарбаев университетінің Graduate School of Education. Одан соң біздің Сколково резиденттері Skillfolio, ұлттық ұстаз, тағы сол сияқты көп азаматтардың экспертизасын өтіп, біз жаңаша форматтағы білім беру мектебін қалыптастырғанбыз. Ол енді бұлай кәсіби жақтарына келетін болсақ, 7 құзырлықты өзімізге негіз қылып қалынған, ол кәсіби, жеке дара, цифрлық, глобалды, зерттеу деген сияқты. Және әрбір білім алушы базалық пәндер шеңберінен өту маңызды. Бұл жерде енді цифрлы педагогика, физиология деген сияқты. Осының баршасы білім беру мектебінде оқитын студенттер бәрі сол базалық фундаменталды пәндерден өтеді. Содан соң ғана өзінің жаңағы майнер мен мейджорлар мамандықтардың аясына ауысатын болады. Енді ұлттық атамекен рейтингі бар. Біздерде республика бойынша әрбір мамандықтың рейтингін айқындайтын. Одан басқа рейтингтер жоқ. Бұлай министрлік деңгейінде бұлай есептелетін. Сол ұлттық рейтингтің негізінде біз жылда сол метриканы есептеп отырық. Біздегі бар 11 мамандық бойынша өзіңізге көрінді. Мысалы үшін 34 жоғары оқу орнында дейтін болса, дене шынықтыру бойынша біз бірінші орында сол бойынша. Физика бойынша 14 жоғары оқу орнында дейді білім саласында, біз бірінші орында. Тарих бойынша екінші орында 25 мектептен. Математика үшінші орында 26 жоғары оқу орнынан. Географияда сол. Халықаралық двойная иностранных языка екі шет тіл бойынша да 42 жоғары оқу орнында дейді, соның ішінде 4-еуі. Енді көріп отырғандай бағдарлама бойынша біз енді жоғары оқу орындарының арасында алғындығы қатарларда. Бірақ енді оның түлектері ертең ұлттық тестті тапсырып, мектептерге енді бір жола келеді ғой. Сондықтан осы жолы енді үлкен өзінің нәтижелерін көрсетіп жатыр. Университеттік рейтинг бойынша біз Шығыс Европа және Орталық Азия елдеріндегі үздік 450 университеттердің қатарына ендік. Біз алдыңғы жылы оқу жылында Аквин Германиялық аккредитация бойынша мінсіз өткен бірден бір жоғары оқу орны. Оны көбісі тапсыруға тырысады. Оның ішінде әртүрлі замечание келеді. Мынау дұрыстаңдар, содан кейін өтесіздер дегенде. Бізде енді бірден бір өткен, мінсіз өткен университеттердің қатарында, оны біздің енді әріптестерімізге енді алғыс айтамын осы орайда. Қазіргі қадамда енді институционалды аккредитациядан оны төменгі деңгейді кәсіби аккредитацияға дейін түсіру. Енді бұлай енді аккредитация деген институттың түсіну үшін қазір министрлік бұрынғыдай аттестация форматын өткізбейді. Оның барлықтарын Европа еліндегі қабылданатын аккредиттеу агенттіктеріне сол функционалын былайша айтқан кезде құзырлығын берген. Солар осы сапалы деген университеттерді айқындайтын болса, сол университеттермен байланыс жасайды, сол университеттермен әрі қарай қарым-қатынаста басқа да жүзеге асырылады. Енді мен қазіргі таңда 90% біздің бағдарламамыз аккредиттелген. Ендігі орайда бұлардың аккредитациясын тек қана ұлттық деңгейде емес, оны халықаралық Герман агенттігінде өткіземіз деген үлкен ой бар. Енді контенттің маңыздылығы қазіргі таңда енді сөзсіз. Мен енді Асхат мырзаға енді біздегі төңкерілген класс деген концепцияны көрсетіп беруді кішкене бір ұйғардым. Себебі төңкерілген класс 2018-ден бастап істелініп жатыр. Студенттер келген кезде қазіргі таңда контент студентке адаптация жасау керек. Мысалы үшін кейбір азаматтардың информацияны қабылдау деңгейі әртүрлі. Біреу тез қабылдайды, екіншісі үлгермей қалады. Ең соңында келген кезде емтихан бір білімді ұғыну деңгейі төмен болады. Қазіргі таңда бірінші курсқа түсетін студенттердің барлықтары төңкерілген класс концепциясы бойынша барлық контенттері өзінің порталында видео контент бойынша соны оқып, үйреніп, сол бойынша апта сайын сабақта тапсыру мүмкіндігіне ие. Бұл жаңағы үйіңде мәліметтерді оқыда, сабақ процесінде сол оқытылған мәліметтердің негізінде сол мәселені айқында дейді. Гарвард айтады, кейс стади деп қайта-қайта біздерге модель ретінде көрсететін сол. Үйіңде осы модельдерді қайталап біздерді сабақ процесіне оған бермей, үйінде үйренді, осы жерде қалған материалдың негізінде пысықтап үстінде. Қосасыз ба? Қысқаша ғана қосып жіберсеңіз.
Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз қазақ грамматикасының ерекшеліктері, тәуелдік жалғау, жіктік жалғау жөнінде болмақ. Сіздер грамматикалық түсініктерді ережелер оқулығынан таба аласыздар. Примерно осы сияқты әрбір лекция деген біздерде видеоконтент форматында жазылған, сол контент арқылы біз қазіргі таңда 33 видеокурс бойынша жасақталған. Енді массалық онлайн курс. Бұл тек қана университеттің ішінде арағы курс болатын болса, келесі кезекте біз бүкіл әлемге жарияланатын курстардың санын көбейтуіміз керек. MOOC курс деген Massive Open Online Courses деген сол концепциясының аясында алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарының бір бөлек мүшесі боламыз деген үлкен ойдамыз. Енді кітапхана біздерде қазір электрондық форматқа көшуіне қарамастан кітап қоры 400 мыңнан асты. Электрондық форматты енгізу арқылы барлығына университеттің ішкі жүйесінде оларға мүмкіндіктері оқуға бар. Жыл сайын біз 40 миллион теңгедей осы кітапхананың қорының қайта-қайта жаңаруына жұмсап отырамыз. Енді студенттердің жұмысқа орналасу деңгейіне келетін болсақ, қазіргі таңда бұл мәлімет ГЦФП деген бар ғой біздерде, пенсиялық фонд бойынша кімде жаңа ақша аударылым бар, сол бойынша біз мониторинг жүргіземіз. Алдыңғы жылғы орташа көрсеткіш 90%-дан асты. Енді ол алдыңғы 3 жылмен салыстырмалы түрде 84%-дан 90%-ға дейін өскен көрсетіп тұр. Бірақ енді шындап келген кезде енді біз екінші индикаторда қазір енгізуді көздеп отырмыз, ол орташа алатын жалақысының саны. Яғни қаншалықты біздің түлектерге жұмыс беру шаратынан сұраныс көп. Мысалы үшін егер бастапқы жалақысы 100 емес 200 мың болатын болса, яғни біздің білім алушыларымыздың берілетін бағасы жоғары деген сөз. Сондықтан осы жерде тек қана жұмысқа орналасу емес, одан бөлек олардың орташа жалақы мәселесі де өте өзекті. Енді үздіксіз білім беру процесі маңызды. Қазір енді концепция lifelong learning дейді ғой, обучение в течение всей жизни. Потому что бұрынғыда, мысалы үшін, сертификатым немесе дипломым бар, өмір бойы маған азық болады деген концепция өкінішке орай жойылып бара жатыр. Адам өмір бойы оны дағдысын дамытып жүру керек. Сондықтан осы ретте біздер өзіміздің осы Қаражанбас бар, Өзенмұнайгаз бар, Мұнай Телеком бар, Маңғыстаумұнайгазбен үлкен жұмыстар атқарып жатырмыз. Өзіміздің ішкі дағдыларды осы біздің кәсіпорындарға көмектесіп істеп жатырмыз. Осы Маңғыстаумұнайгаз бойынша 224 адам осы жаз айында жазғы мектеп арқылы интенсив өткен болатын. Ол интенсив жаңағы барынша енді бір шетелдік практикаға сияқты келтіруге тырыстық. 3 айдың ішінде олар сол кәсіпорыннан келіп, университеттің базасында қаржылық, құқықтық, икемді дағдылардың барлықтарын дамытып, спорттық, үйірме, кейбіреулер енді өздеріңіз таңғаласыздар, драмада өздерінің мүмкіндіктерін барын көрсетті. Оның барлықтары шындап келген кезде өзінің ішкі астарларын ашуға кең ауқымды мүмкіндік берді. Соның есесінен көп адамдар Маңғыстаумұнайгазға жұмысқа да орналасты, көп жылдар мораторий бойынша. Енді тек қана ол сыртқа емес, ішкі біздің оқу процесімізге де қатысы бар, оқытушы профессор құрам бар, әкімшілік басқару құрам бар, оларды да дағдыларын үздіксіз дамытып отыру маңызды. 370 оқытушы профессор құрам біздердегі бір жылдың ішінде осындай құзыреттіліктерді дамытқан болатынбыз. Биыл бір форматты іздеп көргенбіз, шөл дауысы деген сияқты. Себебі көп азаматтар Маңғыстауда тұрғанымен, Маңғыстаудың осы бір тарихи өлкелік жерлерін аяқпен, қолмен көріп, сезінбегенін байқадық енді шындап келген кезде. Сөйтіп біз енді аяқпен жүріп, осы Айрақтыдан Шерғалаға, Шерғаладан Этноауылда ұйықтап, сосын жаңа Шақпақ-Атаға барып, Сұлтан-Епеге барып, 2-3 күндік трансформация. Себебі күнделікті жұмыс процесінің аясында өкінішке орай біз маңызды мен срочно деген заттың айырмашылығын түсінбейміз. Важно и срочно. Поэтому маңызды заттарды кейбір кездерде өмірдің өтіп бара жатқанында байқамай қалады. Соның есесінен осы университеттің қабырғасынан, күнделікті тұрмыстан кішігірім сыртқа шығарып, біздің енді әріптестеріміз енді айтар, қаншалықты жақсы ма, жаман болды ма, кейбір азаматтар енді өкінішке орай жарақаттанып талып, бірақ енді физикалық нагрузка көп болмағандықтан, бірақ меніңше есесіне осындай adventure based education деген модульдер өте қазіргі таңда өте бір сұранысқа ие. Марғұлан Сейсенбаев осы Маңғыстаудың өз сыртын айналып өтті, кең ауқымды модульдер ұсынады. Сол сияқты Алтайға барады. Енді шетелдік эксперттермен көп жұмыс жасаған кезде Маңғыстау керемет дейді, бірақ контент жоқ дейді. Біздерге келіп осыны көрсететін бір маршрутизация, трекинг,
аяқпен жүретін, велодорожкамен жүретін маршрутизацияны жасасақ, сонда дикий туризмнен біз нақты осы бір туризмге бетбұрысқа мүмкіндік аламыз. Мамандығым болашағым деген бір үлкен министрлік деңгейінде бағдарлама жасақталып жатыр. Өзіңізге белгілі, енді бұрында мемлекеттік тапсырыстың барлықтары дерлік республика деңгейінде конкурс болады. Әрбір өңірде қанша маман керек деген сұрақтың өзі өте қиын. Себебі кім қанша болатын 4 жылдан кейін нақты жоспар ешкім бере алмайды. Сондықтан осы әрбір өңірлік атылысты осы бір Маңғыстау өңірінің әкімдігімен бірге қазір жұмыс жасап жатырмыз. Фарсайт деген біздерде инструментарийді енгізіп жатырмыз. Фарсайт деген осы өңірдің азаматтары болып, Маңғыстаудың ертеңі қандай болады дегенге бір тұжырымдамаға өзара келісімге келу. Сол арқылы соған сәйкес мамандар дайындау. Жаңағы Ақжүрек Салтаевнамен ақылдасып отырық. Осыған сәйкес ғылыми зерттеу жұмыстарды кастомизация жасасақ дұрыс болады деп ол кісі қосып жатыр. Сөйтіп қазір енді біз 5 бағыт бойынша қазір нефтехим бойынша, туризм, ғылым бағыты бойынша, транспортна логистикалық хаб бойынша, мұнай-газ саласы бойынша бірнеше приоритетті айқындап бердік. Қазір енді әкімдік деңгейінде бекітіп берсе, сол бойынша атылыс жасақталады. Сол атылыс арқылы болашақта қанша маман қай бағыт бойынша қажет болады деп, соған сәйкес жаңа құрылған министрлік мемлекеттік тапсырысты жасақтайды. Сөйтіп, өңірге керекті мамандықтарды нақтылап айқындауға мүмкіндік алады. Ғылыми зерттеу жұмыстары бойынша енді 18 жылдан бастап статистика алдыңызда келтірілген. Бұл жерде көп индикаторлар бар. Импакт факторлы статьялар, комитеттің деңгейінде бекітілген статьялар, монография, охранный документ, енді бүкіл бағыт бойынша біз енді өсім көрсеткішін көрсетіп жатырық. Тек қана осы республикалық статьяларда және конференциялардан басқа. Енді қазіргі таңда бізді толғандырып тұрған мәселе ол емес. Бізді толғандырып тұрған мәселе қаншалықты біздің зерттеу жұмыстарымыз өңірдің дамуына өз септігін тигізіп жатыр. Біздің жасаған зерттеулер егер өңірдің дамуына септігін тигізбейтін болса, мүмкін біз деген приоритетті бағыттарымызды басқаша қараймыз ба деп, осы 6 приоритетті бағытты айқындағанбыз. Ол біздердегі тұщыландыру мәселесі, өзіміздің жаңағы Каспий өңіріміздің экологиясы, урбанизация мәселелері бар. Сөйтіп, көп ауқымды зерттеулерді бетбұрыстың үстінде, трансформация үстінде болып жатыр. Енді 2018-де біз 1 миллион теңгенің төңірегінде қаржы болатын болса, қазір жылына 96 миллион теңгедей қаржы. Жалпы суммасы қазіргі ұтып алған проекттердің 290 миллионға жетті. Енді бұл үлкен, ол біздің ғылыми тұрғыдан бетбұрыс, қазір жақтан министрлік тарапынан бөліп жатқан үлкен сұраныстардың да белгісі ретінде. Біз ішкі қызметкерлерді проекттерге бетбұрыс жасауды қазір приоритеттерді не алғанбыз. Яғни мемлекеттік деңгейде приоритет болғанмен, бірақ өңірлік деңгейде сол маңызды сұрақтар. Мысал үшін осы кіші гранттар проекттердің ішінде біздерде осы Маңғыстауда үстірт жебелерін зерттеу бойынша, немесе Қашаған Күржіманұлының зерттеулері бойынша осында ішкі проекттерді өзіміздің қаржымыздан әрі қарай қаржыландыру үстінде. Бұл енді біздің қазіргі ұтып алған гранттық министрлік тарапынан қаржыландыратын проекттердің тізімі. Бұл жердегі біздің регионалдық кластерлеріміз, өзімізде жаңағы скважина қазып, сол скважинадан қазіргі 3 км сағатына су алып жатырмыз. Соның суды әрі қарай тұщыландырып, өзіміздің өңірлік жаңағы университеттің қалашықтың ішінде бір модель жасаймыз ба деген ой бар. Әрі қарай сол модель арқылы қасымызда тұрған жылыжайды суландырып, сол суды энергияны жаңағы жасыл энергиядан алып жатырмыз. Сондай бір кезінде бір көргем, Сахара Green Project деген. Сахарадан энергияны неден алады, астынан суды алады, ең тұщыландырып, сол жерде өсімдік өсіреміз деген сияқты. Сол проектте енді бір Маңғыстау Green Project демекші, соған сәйкестендіріп, енді келешекте таныстырамыз ба деген үлкен ой бар. Одан бөлек енді әртүрлі кәсіпорындармен қоздоговор демекші, солармен де келісімшарттарымыз бар. Көп компаниялар бізге былай көмек күшін көрсетіп жатыр. Мысалы Rockflow Dynamics біздерге мысалы Тена навигаторда 400 миллион теңге тұратын, оны тегін беріп, әрі қарай студенттерге пайдалануға бар. Енді халықаралық қатынас бойынша 100-ден астам меморандум, 3 дипломдық бағдарлама, қазіргі таңда 4 халықаралық ұйымдармен, Erasmuspен біздерде бағдарламалардың аясында 148 осы шеткі академиялық ұтқырлық бойынша бір семестрге барып келген болатын. Ішкі мобильділік бойынша Махамбет Өтемісұлы, осы қасымызда тұрған Жұбанов, Дулати демекші, Тараздағы сол университеттерге бір семестрге барып келу мүмкіндігіне ие. Оқытушы профессорларымда дәл осы сияқты көбінесе енді бір
шыға алмады, енді пандемия болды ғой. Соған байланысты көп мемлекеттер ашық болмағаннан кейін қасымыздағы Каспий өңіріндегі университеттерге көбінесе барған болатын. Сөйтіп 21 шетелдік студент біздің оқытушы профессор құрамдарымыз университеттің қабырғасына сол кезде сабақ берген. Қазір 4 біздің әріптесіміз болашақ бойынша мына жақта суретте көріп тұрсыздар ма? Ермек Талант жүр, мына жақта Рыскүл Қойшығұлова жүр, Тасқараева жүр, Айгүл кім бар? Айсұлу Кадировна, иә, 4-ші. 2 университетте мартта келетін шығар барлықтар енді. Көреміз енді. 2 басшыға ма, үлкен бір проекттермен келетін шығар деп ойлаймыз енді. Енді традиционный деп айтуға болады, енді бір тәрбие жұмыстарының барлықтары бізде қойылған. Енді бұл жерде біз құндылықтарға негізделген білім беру бағдарламаларды енгізіп жатырмыз. Бізге енді көбінесе өзімізге жақын білім инновация лицейінің практикасы. Ол жерде сабақтан тыс тәлімгерлердің мектебі жақсы жұмыс жасайды. Алттан бастап кешке дейін солармен жеке проекттер ұйымдастырып, олармен қамқоршы болып жүзеге асырады. 3 жылдан бері енді оны жүзеге асырып жатырмық. 100% бәрі керемет деп айта алмаймын, бірақ дегенмен студенттің байланысы нығая түсті. Енді әлеуметтік пакетпен бізде жыл сайын 1%-ға дейінгі бюджет соған жұмсалады. Енді биылдан бастап біз әлеуметтік зерттеу институтын университеттің қабырғасына жасақтағанбыз. Қазір енді қалай біз осы университет ретінде қызметтеріміз дұрыс па, бұрыс па, қай жерлерде осал жерлеріміз бар деген сұрақтар кезде дүниежүзілік практика бар. Индекс бренді дейді, happiness индекс деген, индекс счастья деген бар. Сол кезде, мысалы үшін, қай ел бақытты, қай ел бақытсыз деп бір кішкене бір салыстырмалы түрде келтіреді. Сол сияқты біз де қай кафедрада немесе қай факультетте оқытушы профессор бақыттырақ, не үшін бақыттырақ деген сұраққа өзіміз не алғанбыз, немесе бізді қамтылған кезде брендті, мысалы үшін, Есенов университетін сөйлескен кезде қай бағыт бойынша бізді жақсы, қай бағыт бойынша енді дұрысталу керек деген сияқты бір индикаторлар жасақтағанбыз. Біздің енді бренд индексі бойынша 9 индикатор, имидж, образовательная услуга, ППС, басшылықты қалай қабылдайды, ішкіні қабылдайды, сол сияқты 9 индикатор бар. Дәл сол сияқты әрбір қызметкер бойынша бақыт индексі бойынша да организация труда, питание, уровень оплаты, сол сияқты ішкі біздің метрикамызды жыл сайын жасаймыз. Сол кезде енді биылдыққа енді ол үлкен зерттеу, енді Алтын Ибрагимовнаға рахмет айтқым келеді. Осы командасымен бір 500-ге бетке жоқ, мынандай талмуд алып келгенде шошып кеттім, не зат деп. Бірақ ең соңында келген кезде көріп тұрғаныңыздай көп заттар айқындала бастайды. Бұл жерде 2000-ға жуық фокус группамен біз жұмыс жасап, соның есесінен қай бағыт бойынша біз осал жерлеріміз бар екен. Мысалы үшін студенттер, оқытушы профессор құрамдар, біздің бітіруші түлектеріміз, Маңғыстау өңірінің азаматтары, немесе біздің орта мектептің бітіргендері қалай бізді бағалайды реально деген сияқты. Бұл жерде енді ешқандай бір махинация немесе келтіру болған жоқ. Как есть, так есть шығарыңдар деп айтқам. Сол кезде біздің ең қазіргі осал жерлеріміз өкінішке орай біздің білім беру бағдарламамыздың түпкі дәрежеде білім алушыларға партнер болсын, студент болсын, барлықтарына орташа деңгейде төмен жетпейді екен. Ал ең жақсы бағаланған біздің осы бір фирменный стиль дейді, соны ғана бағалаған екен. Бірақ дегенмен осы басқа жерлерде көп жұмыс жасау деңгейін көрсетеді. Ал осы бақыт индексіне келетін болсақ, студенттер мен оқытушы профессор құрамның мына жақта енді біздің студенттер ең төменгі деңгейді бағалағанда ППС, оқытушы профессор құраммен байланысты ең төмен бағалаған екен, өкінішке орай. Яғни кейбір кезде маған да басшы ретінде келеді, мен барам, маған түсіндірмейді, бүйтеді дейді. Сол сияқты, құрметті әріптестер, осы енді ғылыми кеңестерді пысықтадық. Сол бір осал жерімізді енді түбегейлі бірінші приоритет ретінде қабылдауымыз керек. Енді бұл жерде әріптестермен қарым-қатынас туралы жақсы айтқан, ал біздің оқытушы профессор құрамыз біздегі ең осал жерді тамақтандыру, отдых, медобслуживание сонда төмен бағалаған екен. Ал ең жақсысын осы әртүрлі жақсы проекттерді жүзеге асыруға мүмкіндік алу туралы енді жоғары бағалаған. Енді коммуникацияның арқасында біз енді әлеуметтік желі как кері байланыс инструменті ретінде де пайдаланып келе жатырық. Бізде басында 2 инструментарий болған, Facebook пен Instagram. Facebook енді көбінесе біздің оқытушы профессор құрам ауып қатысатын болса, Instagramда көбінесе жастар. Жыл сайын сол индексация өтіп келе жатыр. Бір жылдың ішінде мысалы үшін Instagramдағы 2000-ға өссе, Facebook'та 650-ге асаған. Бірақ бізге қазіргі ең қызық болып тұрған осы
кіреді, бірақ кіргеннен соң ары қарай түбіне дейін жете ме жетпей ме, охват и вовлеченность дейді ғой, ішіне кіру. Енді бұл жерде ең қызық инструмент енді TikTok болып тұр біз үшін. TikTok енді жақында ғана бір енгіздік, дегенмен ол жердегі жаңа қамту бойынша Инстаграмға да қарағанда да, Фейсбукқа қарағанда масқара енді көп. Мысалы үшін бір видеоны 4-7 миллион қараған, басқа жердің бәрін қосқан кезде. Бірақ енді оның қандай видео деп қарайтын болсаң, енді күлкің келеді енді шындап келген кезде. Білімге де қатысы жоқ, тағы басқа да қатысы жоқ. Бірақ бізге ең бастысы сол инструментті қалай білім беру бағытына бет бұрыс қылып, сол студенттердің ықыластылығын соған арттыру өте бір маңызды болып тұр. Енді цифрландыру бойынша біз физикалық осы бір софт инфраструктураға енді жыл сайын қыруар қаржы бөліп жатырық. SIP телефонияға көштік. Біз қазір бүкіл ғимараттардың арасын оптоволоконный связімен қамтыдық. Қазір енді Транстелеком қосып береді, әрі қарай уже внутренний интернет сети арқылы ішкі инфрақұрылым бойынша да қамтылған. Енді бұл жерде цифрландырған кезде сізден үлкен бумағазды қайтан цифрландыратын болсаң, дәл осы цифрландырған зат, дәл осы буманы цифрлық жүйеге көшеді. Осы ретте ішкі бизнес процестерінің оптимизация өте маңызды. Енді осы ретте енді сіздерге де бір кішігірім ақпарат ретінде, мысалы үшін біздерде студенттердің орталығы бар, офис регистратор дейді. Мысалы үшін студенттің бір процесті модуляция жасайтын болсақ, студент отчисление жасау керек. Ол келеді, принцип одного окна, келеді, өтініш жазады, я хочу отчислиться, тастады. Енді не істейді? Офис регистратор, оны сканировать етеді, оны ішкі электронды документацияға салады. Ол электронды арқылы деканға барады, декан бухгалтерияға барады, қаржы жоқ деген сияқты. Проректор айтады, жақсы келісім берем, сосын ректорға барады, ректор да сосын резолюция береді, қол келісім береді. Енді сол резолюция келеді, қайтан офис регистраторға барады. Ректор рұқсат берді. Содан кейін ручной қайтан пәленше отчисление кетеді, проект приказы дайындалады, обратно декан, бухгалтер, проректор, ректор. Сөйтіп бір приказ, осы бір отчисление қылған кезде тез дегеннің өзінде сол 1,5-2 күн алып кетуі мүмкін. Сөйтіп біз енді ойландық, енді осы процессті дублировать етудің қаншалықты қажеттілігі бар. Бұл енді Bittrex ақпараттандырған жүйе арқылы біз сол бизнес процестерді, мысалы үшін студент келді ма, содан кейін бизнес процесті офис регистраторы жүктеді ма, ЭЦП арқылы әрбір біздің қызметкерлер сол күйінде қол қойып беретін болса, ең соңында ол приказдың қайтадан қол қоюдың қағаздық нұсқасына қаншалықты қажеттілігі бар деген осы пандемияның негізінде біз енді біраз дүниені жасақтаған болатынбыз. Осының есесінен жаңағы тіркеуші офис осы жұмыс жасайтын средасы ғой, бэк-офис былайша айтқан кезде жібереді, подписать етеді, согласовать етеді. Демо-версияны мен запускать етуге сіздерге енді көрсетіп жатырық. Бірақ бұл жерде енді әрбір азамат өзінің ЭЦП-сімен қол қояды. Согласование бергеннен соң, ең соңында келген кезде студент, так, Нұрдәулет, не болды? Әлі согласовать етіп жатсың ба? Не, мына әртүрлі рольмен келіп отыр ғой, айтақ бұны. Ну, давай скачай приказ теперь. Осыны приказ қылып шыға қояды. То есть студент біріншіден жаңа қызметкер артында жүгіріп жүретін қағазбен согласовывать ететін қызметкер тағы басқа деген мәселелерді түбегейлі жойылады. Соның есесінен біз бүкіл бизнес процестерді қайта жасақтау үстінде. Ендігі алдымызда тұрған мәселе бұл процестердің барлықтарын приложениеға ауыстыру. Яғни студент офис регистраторға да түбегейлі келмей, сол біздің Есеновтің жаңағы несіне приложениесінде егер не қылатын болса, сол процесстерді жүргізуге болады. Так, мынау енді сіздерге эмуляция ғой деймін да. Эмуляцияны көрсетеді. Мысалы үшін транскрипт алатын болса, мысалы үшін офис регистратор келмей, не үшін алатындарын көрсетіп, тағы басқасын ең соңында алу мүмкіндігіне ие болады. Оның барлықтары соңына келген кезде өзінің жеке приложениесінде келіп тұра қояды. Қазіргі таңда біздерде енді ну-ка, шықтыма бірдеңе? Енді сотовый телефон деп есептей беріңіз осыны. Сотовый телефон, в общем, анықтама шығады. Ешкімге очередь те қажет емес, басқа да қажет емес. Соның есесінен көп бизнес процестерді біз тікелей студентпен байланысты жібереміз бе деген ойдамыз. Бізде жалпы 118 бизнес процесс бар, оның 24 ОР деңгейінде,
35-і біздің адами ресурстарды басқару басқармасына. Сол сияқты осы цифрлық жүйені толықтай цифровать етіп, Каспий KZ сияқты бірдеңе болады деген үлкен ойдамыз бар. Енді біздің генералдық жоспарымыз университетті кампус ретінде дамыту, 500 орындық жатақхана университеттің қабырғасына салынып жатыр. Қазіргі таңда 80%-ға дейін біткен, енді ойымша жылдың соңына дейін оны бітіріп тапсырамыз ба деген үлкен ой бар. Бұл жерде мемлекеттік бағдарлама бар. Енді Теңіз академиясы бойынша академиялық артықшылық орталығы ретінде біздің университет белгіленген болатын, 4 миллиард теңгенің қаржылай бөлінген. Соның есесінен университет инфраструктурасында дайындап, бізді Теңіз академиясының ғимаратын бастап, қазір 20%-ға дейін бірінші этажы көтерілген. Ол да келесі майға дейін бұйырса бітеді. Енді алдымызда стадионды салу бар. Енді оның ПСД мен экспертизасы өтті. Келесі осы оқу жылында бастаймыз. Және соның арасында үлкен парк жасаймыз ба дегеніміз бар. Осы біздің спорт комплекспен осы бір бас ғимараттың арасында 5 гектарда жер бар. Студенттеріміз сол жақта бір сұраған кезде әрдайым мен отыратын жер көбейсе екен деген сұраныстар көп. Соның есесіне мына жақта әртүрлі локациялар, тағы басқалар болып, осы жерде істелінеді. Аудиториялық фондтарды енді жылда біз әріптестермен көбінесе жұмыс жасаймыз. Өзіміз де жасақтау үстінде, одан қалса спонсорлық көмекпен қазір 20-ға жуық аудитория бір оқу жылының ішінде жасақталды. Енді ол именно аудитория біз үшін ең маңыздысы студенттер жақсы инфрақұрылымда сабақ алған. Сондықтан біз енді Әзербайжан консулдығы болсын, егер бейбір компаниялардың көмегімен, демеуімен жасақталатын болса, біз қуана қарсы алып, атын беріп, сол аудиторияда ашуға дайынбыз енді. Бюджетке келетін болсақ, бюджет былтырға салыстырмалы түрде 3 миллиардтан 3,8 миллиардқа дейін ауысты. Орташа жалақы көлемін көріп тұрсыздар. Оқытушы профессор құрамға да, әкімшілік басқару құрамына да бізде жыл сайын негізгі статьямыз енді 60% бізде зарплатный фондқа кетеді. Налог 6%, 15% стипендия, сөймен 80% төңірегінде біз енді текущий расходтарымыз. Қалғандары бір 20%. Комуслуги тағы басқа статьялары алдыңызда келтірілген. Енді цифрландырудың аясында енді бізде әкімшілік қалай дейді, төлемдерді азайту біздің басты приоритеттердің бірі. Мысалы үшін студенттер өскенмен, мысалы үшін расходтардың әкімшілікке жұмсалатын қаржысы мысалы үшін 29-дан 18%-ға дейін соотношениемен төмендеген. Контингент мысалы үшін былтыр 3100 кезінде біздерде 368 әкімшілік басқару болатынбыз, қазір 8700-ді одан аз көлемдегі әкімшілік құрам басқарып, соны жүзеге асырып келе жатыр. Түсініп тұрсыздар ғой. Енді бұл көбінесе енді цифрландыру инструментарин тиімді пайдаланған есесінен мүмкіндік алдық. Әйтпесе барлықтарын дәл осындай процесс істесек, біз әкімшілік басқару құрамында 2 есеге өсіруге мәжбүр болатынбыз. Енді соның есесінен енді жұмсалатын фондтың тиімділігінің есесіне біз енді орташа жалақыны өсіру үстіне міндетті қараймыз енді. Оқытушы болсын, аға оқытушы болсын, доцент болсын, ППС-тің орташа жалақысы қазіргі таңда осындайды құрап тұр біздерде. Одан бөлек біздердің әрбір оқытушымыз біздің стратегиялық жоспарға енгізілген KPI-дің негізінде жылда 200-ге жуық адам стимуляция алады. 13 мыңнан 200 мың теңге жалақысына қосымша. То есть в зависимости, насколько эффективен данный педагог, статьи публикует, участвует в конференциях, пишет монографии, он получает надбавки. Мы ежегодно проводим вот такой срез, и в зависимости от этого ППС 200 из них получают стимулирующую вещь. И то же самое это касается заведующих. Это вот какая кафедра наиболее эффективная, какой факультет наиболее эффективен. Я хочу вам сказать, что некоторые первые места заведующие получают больше зарплаты, чем наши проректора. Это проректора жалуются, правда, но он біздің декан мен заведующийден төмен кетті, бірақ меніңше ең басты тұлға осы университеттің төңірегінде ол құрылымдық бірлік ретінде ол кафедра. Сол кафедраның ішіндегі микроклимат дұрыс болатын болса, әрі қарай да осылай болады. Енді коррупциялық рисктерді азайту біздің басты приоритеттердің бірі. Мысалы үшін былтырлары біз енді конкурстық негізде 8 клаф отборы бар, ЗЦП деген бар. Оның бәрі мысалы үшін 80% былтыр конкурстық негізде алынып, 8% бір источниктен алатын болса, биылдан бастап бұл көрсеткіш одан да төмендеді. Яғни тек қана бүкіл бюджеттің сатып алымының 8% бізде бір источниктен, яғни из одного источника. Оның 8%-дің
коммунальные 6%. енді. Ол свет, газ, мынау 2% фактически получается, что-то мы покупаем. А все остальное на конкурсной основе. Все это позволяет нам, конечно, избежать разных коррупционных рисков, чтобы не было соблазна разных вещей. Сонымен қысқаша осы, сіздерге келгендеріңізге рахмет. Сұрақтарыңыз болса, енді ашық микрофон. Ұсыныстарыңыз болса. Ұсыныс пікірлеріңіз болса білдіруге болады. Орталарыңызға құрмаларыңыз шақырғаныңызға рахмет. Мына профессор оқытушылардың құрамы білет. Көп келем, себебі жиі келем. Осы елдің осы қаймағы, осы Маңғыстаудың. Солар келіп отыр екен, соларға кішкене анықтама берейін. Мен осы университеттің құрамыменен 2007 жылдан бері қарай бірге жұмыс істеп келе жатырмын. Ауылда, мектепте жүргенде келіп кездесіп, өзімнің ұсыныстарымды, тілек қоңыстарымды айтып тұратын едім. Сосын 18 жылы мен ұлттық кодты осы Астанада зиялы қауымда қорғап шықтым. Содан кейін соны интернетке салғаннан кейін, сол интернетке салғанша, соның мазмұнын дайындаған уақыттарда осы университеттің құрамы маған көп көмек жасады. Сол интернетке салынғаннан кейін ең бірінші Шәкәрім атындағы университет Семейдегі. Сол шақырып түсіндіріп беруімді сұрады. Сөйтіп жүргенде пандемия басталып кетті. Өзімнің үлкен кісіміз қысай болды. Соны биыл жазда барып, бір егжей-тегжейлі 5 кездесу жасадым Семейде. Ол артынан осы біздің Есен университетінде болып кетті маған. Таныстымыз. Оның алдында мен Назарбаев университетінде, Астанада Назарбаев мектебінде таныстырғанмын. Сосын енді қаншадегі мен зиялылардың ізі қалған жер ғой. Ona енді. Осы тағы сіздің ұжымдай болды. Енді айтайын тұрғаным, жалпы мен тек қана мына тәрбие жұмысында емес, студенттерге тәрбие беруде емес, ұлттық рухты дамытуда емес, кейде мен кіммен Берікпенен сөйлескенімде ғылыми жақтарында бір ұсыныстарымды айтып отырамын. Жаңа ғылыми зерттеуде 6 пункттен тұрады екен ғой. Енді Сол есіңізде бар ма? Бірінші мен мына біздің ауылда, біздің Маңғыстауда әрбір шопанның үйінде, жайлауда кастрөль ме, шайнек пе, су тұтатындай қондырғы жасау керек деп сөйлеймін ғой. Оны беріп, оны біз жасап қойдық аға. Соны тұзын қайда жібереміз, үнеме жүрміз қазір деп сөйлейді. Сосын артынан ойлап қарасам, тұз қара жаппас, бұлайға тұз керек. Сосын малшыға, малға тұз керек. Егер асты болса, онда үйдің несіне жарайды ғой енді. Сондықтан осы жұмысты жалпы түбегейлі зерттеу керек осы біздің химиктерімізге, соны ұсынамын сіздерге. Ассалаумағалейкум ағайындар. Енді алты алаштың баласы бас қосса төр ұстаздық дейді ғой. Сондықтан осындай оқу ағарту дағы еңбектеріңіз үшін ризашылығымызды айтамыз ұстаздар қауымына. Енді мен Берік мырзаның әріптесімін. Біздер облыстық мәслихатта депутатпыз. Енді қоғамдық саяси жұмыстармен тығыз айналысқаннан кейін осы университетімізге жиі ат басын тіреміз. Берік мырза келгелі енді жас азамат, өзіміздің замандасымыз, көптеген енді мына оқу процесіне мен бәлендей баға бере алмаймын, өзім енді ұстаз емеспін. Бірақ мына университеттің қоғамдық саяси жұмыстарға, әсіресе жастар саясатына араласу өте жоғары, белсенділігі өте жоғары, және сондай креативті ойлармен, тың идеялармен әр уақытта төбе көрсетіп жүреді. Сондықтан университеттеріңізге сәттілік тілейміз. Ұстаздарға да, оқып жатқан университеттің студенттеріне де барлығына сәттілік тілейміз. Мен өз басым университеттің жұмысымен ризамын. Жаңағы беріп отқан есебінде қарап отырмын. Енді әлемнің алпауыт университеттерімен иық тірестіретіндей деңгейге жетіп қалыппыз. Мен өзімнің осы жердің тумасы болғаннан кейін өзімнің Қара Шаңырақ университетінің сондай деңгейге шыққанына мақтанып отырмын. Қуанып отырмын. Сондықтан сәттілік тілеймін. Жұмысыңызға, ісіңізге, баршаңызға да сәттілік тілеймін. Енді жаңағы бір әріп үйреткен адамға 40 жыл сәлем бер дейді атам қазақ. Сондықтан ұстаздар, өзіңіз ұстаздар қауымы әр уақытта құрметке лайық болып жүрулеріңізге тілектеспін. Рахмет. көп рахмет. Қайырлы күн. Құрметті ұстаздар қауымы, құрметті жиналысқа қатысушылар, Берік Бақытжанұлы, Нұрлан Асқарұлы қазір бүгін төтенше службалардың қызметкерлерінің күні, ЧС деп айтамыз ғой, сол шарада қатысып отыр. Бүгін күні маған тапсырма берген болатын, осы жерге қатысып. Күні кеше біздер осы біздің
Шахмардан Есенов ағамыздың 95 жылдығын атап өттік. Осы университеттің ішінде өте керемет жақсы шара өтті. Енді ағамыздың атына осы университет бүгінгі күні сәйкес келіп жатыр деп айтамыз. Себебі ағамыздың өмірлік жолы қанша қиын болса да, қандай жетістіктерге жетті, оның барлығын бүгінгі күні біздер көріп отырмыз. Сондықтан да университетте бүгінгі жаңағы айтылып жатқан көрсетілген көптеген өздерінің жоспарлары бар, жетістіктері бар. Соның барлығы ұзағынан болсын деп тілейміз. Шынымен де жаңа әріптесіміз Аят мырза жақсы айтты. Қоғамдық әртүрлі шараларға университеттің қатысуы өте белсенді. Қандай да бір біздің қаламызға, облысымызға келген тұлға болмаса, осы жерде әрине міндет түрде оның кеші осы жердегі студенттермен кездесу өтіп жатыр. Осы жылы студенттердің саны көбейіп жатыр. Ол да өте қуантарлық жағдай, себебі осы жерде батыс өңірінде осындай басқа да дүниежүзілік университеттермен қатар білім алуға мүмкіндік бар. Соның үлкен дәлелі деп есептейміз, себебі жаңағы әртүрлі рейтингтердің есебінде біздің университетіміз кейбір жерде алғашқы орындарды алып отыр. Оның әрине осы жерде ұстаздардың қауымдастығының үлкен деген септігі бар. Сондықтан да сіздерге ризашылығымызды білдіреміз. Енді осы жерде біздің қаланың осы бетке ұстар бірде-бір осындай ғимараты көрсетілген жаңағы жоспарда студенттік общежитие бар. Ертеңгі күні үлкен осы жастар шоғырланатын үлкен орталық болатынына үлкен сеніміміз бар. Сондықтан да сіздердің жоспарларыңыз іске жаңағы сәтін салып жүзеге асырса деген үлкен тілегіміз бар. Енді біздің әрқашанда осындай бірлестікте ынтымақтастықта жұмыс атқаратынымызда үлкен сеніміміз бар. Есебіміз өте жақсы. Мынау көрсеңіздер, шынымен де креативті форматта, осындай деңгейде. Алдынан бері біздер Берік мырзамен жақсы бір сондай дискуссия құрғанбыз. Қазіргі таңда жаңағы Ордалы ағамыз дұрыс айтып кетті. Шынымен диктант, эссе жазу деген ондай бізді балдарымызды со жағынан дамытуымыз керек. Себебі тәрбиесіз берген білім адамзаттың қас жауы деп айтады ғой. Сондықтан да ол да тәрбиелік маңызы өте көп. Диктант жазу мәселесі, эссе қазір енді практикада бар ғой. Сол мәселелерді біздер ары қарай қолға алсақ деген үлкен тілегіміз бар. Себебі шынымен де бірінші кезекте білім ордасы болса, екінші кезекте осы жерде сондай мәдениетті және тәрбиелі азаматтар ертеңгі біздің еліміздің болашағы деп әрқашанда сенеміз. Сондықтан да сәттілік тілейміз. Берік Бақытжанұлы, рахмет есебіңізге. Біз енді Берік Бақытжанымыз екеуміз бір министрліктенбіз. Мен айтам, екеуміз бір пішпақ желеп жатырмыз, бөліспеуіміз керек, бөлінбеуіміз керек деп. Сөйтіп айтам ба, жоқ па? Айтасыз. Сондықтан енді мынау сіздердікі білім, ғылым, білім бар жерде ғылым бар, ғылым жоқ жерде білім жоқ. Еліміз дамымайды, эволюция болмайды. Сондықтан екеуі қосарласып бірге жүру керек. Мынау біздің енді қазір ғылым заңына қазір өзгеріс енгізейін жатырмыз. Сондықтан сіздердің де соған активті қатысуларыңызды сұраймыз. Берік Бақытжанович, ғылым заңында жетіспейтін пункттары көп. Біз ғылыми зерттеу институты болғаннан кейін біздің ғалымдарымыздың тағдыры саудаға түсіп алынған конкурстың дәрежесіне байланысты. Мен айтар едім, бұл сауда деп. Үкіметтен тікелей тапсырма болу керек. Әрбір институт құрылғаннан кейін сол институттың өзінің уставында стратегиялық бағыттары бар, сол стратегиялық бағыт ілгері қарай даму керек. Бүгінгі күні әрине осы проблема үлкен. Былтыр конкурстан тыс қаржыландыру жүргізіп еді. Білмеймін, әркім бір шулап оны тапсырады. Сондықтан бұл үлкен проблема бүгінгі Қазақстандағы. Сосын енді біздің региондардағы, аймақтардағы кадр аштығы бар. Біз ашпыз қазір кадрға. Жоқ, маман тіпті тапшы. Сіздердің өзіңіздер биология факультетінде маман жоқтың қасы.
мен амалсыз сабақ беріп жүрмін. Шынын айтсам, сіздерге поддержка беру үшін. Потому что мен бастықпын, менің қолым тимейді, мен өзім срывать етем, ұялам иногда. Командировкам бар, анда кетем, мында кетем. Соған байланысты кейбірде ұялғаннан жүрем. Бірақ енді білген білімімді балаларға көрсетсем деген мақсатта сабақ берем. Біздің де кейбір мамандарымыз, егер де проект болатын болса, программа беріп болатын болса, сабақ беруден қашады, себебі нагрузка, оның уақыты бар, енді дайындалу керек деген сияқтыра. Бірақ білім мен ғылым бірге жүру керек. Біз болашақ мамандарды, болашақ кадрларды, біздің аяғымызды басатын, өкшемізден ілгері қарай қозғайтын адам болу керек. Бұл бүгінгі күнгі үлкен тауқымет. Сондықтан мен жаңа бағанада сізге айттым ғой, біз региональный проблеманы облыстық деңгейде министрлікке жазып айтуымыз керек. Мемлекет басшысының тапсырмасы бар. Мағжан Салтаевна. Ол жерде бүгін как раз Марина Борисовна соққан. Сол Ұлықбек Серікұлымен біз сөйлесіп, приоритеттерді анықтап берсек, сол бойынша программалық целевое финансированияны сол бағытқа бұруға дайын. Енді соған мына жерде кім замәкім қаланың облыстың замәкім отырғаннан кейін айтып жатырмын. Негізінде бұл проблеманы бірге шешуіміз керек. Келесі сөз Қаражанбас мұнай акционерлік қоғамы бас директорының бірінші орынбасары Нұрғалиев Қуанышбай Жамбытбайұлына беріледі. Ассалаумағалейкумдер, құрметті жиналыс қатысушылар, Берік Бақытжанұлы, зиялы қауым, ағалар, апалар. Біз енді жаңа бүгін Берік Бақытжан екеуміз 20-шы жылда ынтымақтастық меморандумға қол қойғанбыз. Сол аясында негізі жаңа жәрдемдесіп әртүрлі мәселелерді шешіп келе жатырық. Енді айтайын дегенім, ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы еліміздің жастарының арасында ойы ұшқыр, көкірегі ояу, көздері ашық жастарымыз көп. Соларға тек келешекте жағдай жасау керек деген бағыт мәселесінде Қаражанбаста өзіміз атсалысып келе жатырық. Жаңа айтқандай 20-шы жылда меморандумға қол қойдық. Сол бағытта жылда студенттерді бағыттық оқу бағытында тәжірибе алмастырып жатырық. Сол сияқты жас мамандарымыз бар, сіздерге сабақ беріп жүрген. Енді сол игі істердің жалғасы ретінде біздер енді техникалық мамандар, жаңа өндіріс мамандары ары қарай дамыту бағытында игі істерді мына Қазақстан Республикасының энергетика министерствосының қолдауымен, Қазмұнайгаз акционерлік қоғамының мақұлдауымен, сол сияқты облыс әкімі Нұрлан Асқаровичтің өзінің тікелей қолдауымен мына бір игі шара жасап жатыр. Қазір сол бағытта 152 миллион жәрдемдесу Есенов университетіне, сосын Есенов колледжіне, сол сияқты Түпқараған ауданының колледжіне, техникалық колледжіне Қаражанбастың атынан жәрдемдесу сома бөліп жатыр. Бұл деген жаңа Берік Бақытжанұлы өзіңіз айтып кеткендей, бізде сол кабинетімізді ашқымыз келеді. Қаражанбас деген жаңа немізді қойғымыз келеді. Ары қарай енді жаңа айтқандай бірлесіп жұмыс жасауға әзірміз. Біз соған не ретінде бүгін ала келген кішкене неміз бар. Жақсы аяқтайын деп тұрып, мына бүгінгі сіздің есебіңіз өте жақсы болды. Берік Бақытжанұлы сізге 82 теңге беріп жатыр. 82 теңге. Рахмет. Сол сияқты колледждің несі бар? Келіңіз. Біздердегі ой, рахмет. Қайырлы күн, құрметті жерлестер, құрметті ұстаздар, әріптестер. Енді бүгінгі мына қоғам алдындағы есептік кездесу, бұл Берік Бақытжан үшін емес, бұл мына университеттің бәріне керек болып тұрған сияқты болып көрініп отыр да маған. Сіз сөзіңізді айтып кеттіңіз, осы мен екінші кездесу деп мен білмеймін, мен осыған дейін біреуіне қатыстым. Сол екіншісі ғой енді осы. Мұны екіншісі ма? Иә. Қашан бәріне шақырып жоқ, нұраласыз. Келгенде мен ең бірінші қатысқан уақытта өте қатты қызыққанмын. Бүгінгі күн қандай болады екен деп келген едім да. Бұл анадан да асып түсті.
бұл кездесудің өзінің үлкен бір ерекшеліктері бар екен. Мына адамды қызықтырады, тартымды. Оның үстінде осындай көбірек болса екен деген бір адамда бір ар жағында ой отырады да әрқашан. Осы мына бүгінгі есептік кездесу өте жақсы өтті деген өзім ойда. Ендігі мына қарап отырсақ, серіктестеріңіз отыр, ұжымдастарыңыз отыр, былай айтқанда ұстаздар отыр. Берік Бақытжанұлы біздің арамыздағы депутаттық корпустың ішінде ең жас депутат. Бірақ соның өзіне қарамастан депутаттық корпустың ішінде үлкен бір өзіндік орны бар, беделі бар, үлкен азамат. Сондықтан да міне депутаттық корпус, мына Аманат партиясының басшысы осы келіп қазір қолдап отыр. Бәрі де қолдау көрсетіп отыр. Серіктестер отыр, міне Қаржанбасмұнай отыр, Өзенмұнайгаз отыр. Бұның бәрі ар жағындағы бір адамның үлкен бір қоғамға қосып отқан мен үлкен үлесі деп өзім есептеймін. Солай олайым, солай бола берсін дағы деп те мен тілек білдіремін. Берік Бақытжанұлы жаңа баяндамадан көріп отырық, әріптестерім айтты, өте әдемі кездесу өз алдына. Бірақ сол кездесуде айтылатын сөздерді сіз өзіңіз бүгінге дейін еңбегіңізбен жасап келдіңіз. Себебі кездесуді әдемі өткізуге болады. Ол жердегі мәнді, мағыналы сөздерді айту үшін үлкен еңбек жасау керек. Осыны мен астын сызып тұрып айтқым келеді. Бұл еңбекті Берік Бақытжанұлының өзі жалғыз емес, жаңада айтып өтті, мына әріптестер де отыр, барлығыңыздың жетістігіңіз деп есептеймін. Басшы ретінде жаңа технологияларды енгізіп жатырғаныңыз өте дұрыс. TikTokты айтып кеттіңіз, мен де соған көңіл бөліп отырмын. TikTokты мысалы солай қабылдауға болады. Енді әрине, ол жерде әртүрлі затты емін-еркін болғасын әркім салады. Бірақ соны бұл бізге ертең ұят болады, қажет емес, жаңағы несі бойынша TikTokта жаңа контенттер ондай емес деп қарамай, қайта сол площадканы жастардың бар екенін біле тұра, сол площадканы пайдаланғыңыз келіп отырғаны бұл үлкен жетістік. Бұны қолдап сізге ұсыныс беріп отырған тағы да айтатын әріптестер, барлығыңызға алғыс білдіремін. Көп алғысым сізге шексіз, еңбегіңізге жеміс тілеймін. Әр уақытта осы университетіміз өткенде Есеновтің өзінің 95 жасын тойлағанда үлкен керемет сөздерді естідік. Университетіңіз атымен, затымен, мәнімен әлемге әйгілі болсын деп тілегім келеді. Рахмет. Шын жүрегіммен жолдарыңыз болсын. Құрметті Берік Бақытжанұлы, бүгінгі есебіңіз өте сәтті шықты деп есептеймін. Біз енді осы университеттің неғыл деп айтсақ болады енді, ежелгі тарландарымыз, сонша жылдан бері келе жатырмыз. Өзіміздің екінші үйіміз сияқты болып кеткен бұл университет. Осы университеттің жақсысына қуанамыз, жаманшылығына күйінеміз. Бір кездерде болды, Есенов университетін бітіргендерді жұмысқа алуға болмайды деген. Сол сөз бізге жанымызға аяздай бататын еді, соған қатты намыстанатын едік, ұялатын едік, және сол пікірді жою үшін барынша намыстанып жұмыс жасағымыз келетін. Қазір енді Құдайға шүкір деп есептеймін. Біз енді жаңағы елдің арасында боламыз, көпшілікті тыңдаймыз, жастарды тыңдаймыз. Құдайға шүкір қазір халықтың, көпшіліктің біздің университет туралы пікірі әлдеқайда өзгерген. Енді осы пікірді өзгерткенің үшін, соған үлес қосқан үшін сізге рахмет. Енді жалпы айтып жатады ғой, өзі жас келсе іске деп. Мүмкін біздің ректорымыздың жас болғандығынан шығар. Жаңа қазір кездегі бір ең модный сөз бар, креативный деген. Шынымен де біздің университет креативті университеттердің қатарына қосылдық. Енді осы креативтілікке қоса біз ұлттық мүддені де ұмытпауымыз керек. Ол тарапынан да өзі қызық, мына ғылыми кеңес жиналыс болып жатқан кезде ректорлар, проректор болсын, сөйлеп жатырған кезде орысша сөйлейін деп жатырса, маған қарайды, бейбәтшілясына кешіріңіз, мен орысша сөйлейін деп тұрмын дейді бұрын. Сосын мен ішімнен өзім ыңғайсызданып қаламын, енді қазақ тілі тек қана қазақ тілінің оқытушысына керек емес қой, қазақ тілі бүкіл қазаққа керек қой, не үшін менімен санасады деп ішімнен ойлайтын, бірақ ішімнен ойлап қоятынмын. Дегенмен кішкене қысылып тұрғанда дұрыс қой, үй артында кісі бар деп ойлаған дұрыс қой деп. Енді Берік Бақытжановичтің бір ерекшелігі, ол бұрыннан да ме, или соңғы кезде мен ғылыми кеңеске соңғы кезде қатысқасын ба білмеймін, әйтеуір бүкіл кеңес қазақша жүргізіледі. Соған қатты үйреніп кеткен соншалықты, енді орыс тілді әріптестеріміз шығып орысша бастай жатса, шошып кетіп бірімізге қараймыз,
мынау қалай болып кетті деп. Осы үшін де рахмет сізге. Себебі шын мәнісінде қазақтың тілі де, ділі де, бүкіл руханияты да қазаққа керек ең бірінші кезекте. Оны ешкім бізден бөлек ешкім жоқтамайды. Сондықтан да осы мәселе бірінші қойылу керек. Біздің балаларымыз, ұрпағымыз алдымен қазақша тәрбиелену керек. Ұлттың рухымен тәрбиелену керек. Содан кейін барып біз әлемдік деңгейге қол жеткіземіз. Осы туралы маған Анар Фазылжанованың айтқан бір керемет интервью бар, тыңдаған. Сонда дейді, немістер мына дүниежүзілік соғыста жеңілгеннен кейін қатты күйзеліске ұшырады дейді. Себебі бүкіл әлемнің бетінде, әлемнің алдында қара бет болды дейді. Сондықтан олардың экономикасы да құлдырады дейді. Сол кезде экономикамызды естиміз деп қатты ойланып, содан олар бүкіл өздерінің, біз енді неміс болуға намыстанамыз, немістің тілінде пайдаланғымыз келмейді деп, бүкіл өздерінің құжаттарын, бүкіл қатынас қағаздарын барлығын ағылшынға, басқа тілге аударды дейді. Сөйтіп еді, олардың экономикасы одан сайын құлдырап кетті дейді. Содан кейін манағы зиялылар қайттан бас қосып, біз неге бұндай болдық, не істейміз деп, сосын ең сонда олар айтты, жоқ, біз қалай болғанда да кешегі қырғын соғыс үшін неміс халқы, неміс ұлты кінәлі емес. Біз сондықтан өзіміздің ұлттығымыздан, өзіміздің болмысымыздан бас тартпауымыз керек. Біз неміс тілін дамытуымыз керек деп, бүкіл терминологиясын, қарым-қатынасын барлығын неміс тіліне аударды дейді. Жалпы неміс халқы деген ғылымға өте бейім. Тіпті біздің түркологияда да, түркологияның негізін салған немістер өте көп. Осы жөнінен біз кейде неміс деген ұлтқа қарыздармыз. Міне содан кейін олардың экономикасы кенет көтеріліп кетті дейді, қарқын түрде. Міне қазақтың да экономикасын көтеру үшін де тіл қажет. Соны түсінгеніңізге рахмет. Енді менің айтайын дегенім, біз мына жыл сайын ғылыми жобаларды жоспарлаймыз. Мәдени мұра, рухани мұра деп ұсынамыз, бірақ әкімшілік бізге уәде береді де, бірақ небір керемет жобаларымыз жүзеге аспай жатыр. Соны айтайын деп едім, енді ол кісілер кетіп қалды. Бірақ жаңа сіз бір сөзіңізде айттыңыз, жалпы университеттің негізгі миссиясы білім беру және ғылым беру. Білімді ғылым арқылы беру. Ғылымсыз білімді мен білмеймін, ол пайыз болатын сияқты. Меніңше ғылым арқылы білім беру керек. Ғылымның негізін білім ретінде ұрпақтың бойына қалау керек, сіңіру керек. Енді сол ғылымды дамыту үшін сіз бір соңғы кезде жақсы нәрселер жасап жатырсыз. Өзіме тиімді болғасын айтайын деп тұрған жоқпын, жалпы басқа да әріптестеріме тиімді болды. Жаңа сіз өте жақсы айттыңыз. Екінің бірі ғылыммен айналыспайды. Әр адамның өзінің болмысы бар, өзінің танымы бар, түсінігі бар. Барлығымен бірде керемет ғылым шығару мүмкін емес. Бірақ ғылыммен айналысатын адамға жағдай жасау керек. Біздің университетте соңғы кезде ғылыммен айналысатындардың сағаттық жүктемесін азайтып, тек қана ғылымға ғана бет бұратындай жағдай жасалды. Соның қатарында өзім де бармын. Қазір 250 сағат, өте азғантай аудитория сағатпен қазір енді ғылыммен айналысуға мүмкіндігім бар. Бірақ енді ғылыммен айналысу үшін міндетті түрде бір адамда бағыт бағдар болу керек, ғылыми жобалар алу керек. Бірақ екінің бірі мына республикалық, яғни министерствоның, ғылым министрінің жобасын алуға мүмкін емес. Оның әртүрлі шарттары бар. Енді сондай жағдайда не істейді? Оқытушылар қалай ғылыммен айналысады? Сіз жаңа бір сөзіңізді айттыңыз, шағын жобалар деп айттыңыз. Яғни сол шағын жобамен айналысып жатқан қазір азаматтар бар. Осы шағын жобаға басқа университеттің басқа оқытушылары қатыса ала ма? Оның қаражат көлемі қандай? Неше адамға дейін қатыса алады жыл сайын? Немесе тіпті біздің университетте жұмыс жасамаса да осы өңірде жүрген азаматтар, осы өңірді дамытуға атсалысып жүрген азаматтар осы шағын жобаға қатыса ала ма? Соған қандай сіз мүмкіндік жасар едіңіз деген сұрақ. Бибашеласына біздерде ғылымға қатысты педагог зерттеуші деген ұғым енгізілген. Мен жаңа айтып отқанның ішінде жазылып тұр, бірақ бәрін айта алмайсың ғой енді ішінде тұрған. Педагог зерттеуші деген ол қосымша ақы алып, өзінің бағыты бойынша тереңдеу зерттеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік алады. Сосын 250 жүктеме дегеннің өзінде де көбінесе магистрлердің зерттеу жұмыстарын бағыттау. Научно-исследовательская работа магистранта, докторанта деген сол бағыттағы жұмыстар. Енді осыған енді бізде конкурс өткізді, қаншадан бар екен жалпы деп. Соның бәрін сұрыптап келген кезде Асқар Абич қанша 4 адам қалды ма? Осының бірі енді біздерде Бибашеласында. Жоқ, ол педагог зерттеуші деген. Оны бәрі университет береді. Бәрі университет. Аспаннан келіп жатқан ешкім жоқ, шындап келген. Енді екінші мәселе бар.
кіші гранттар деген. Енді мысалы үшін гранттық жобаларға бірінші кезекте тапсыру үшін біздің ғалымдар бірінші кезекте ана Scopus статьясы болу керек, анау болу керек, мынау болу керек. Бірақ зерттеу жұмыстары нақты істелмесе осы күнге дейін қаяқтан ол Scopus шығады. Сондықтан соны стимулировать етудің мақсатында біз ғылыми кеңесте 3-4 миллион төңірегінде ішкі қаржыландыруға қызметкерлерге бөлу туралы шешім қабылдағанбыз. Яғни сол зерттеу кеңесінде сол проектісін қорғап қаржыландыратын болса, соның әрі қарай жылдың соңында Scopus'та шығады, сосын ол гранттық жобаларға қатысып, әрі қарай мемлекеттен де қаржы алуға мүмкіндік туғызу деген сұрақ қой негізінен. Бірінші рет енді біздерде үстірт жебелерінің проектісінің аясында Нұрлан Құлбай мырза бізге қосылды. Енді бұл жерде негізгісі енді өлкетану орталығы біздерде қайда бар? Гүлмира бар, мына жақта Бақтыбай жайлауы бар. Сол кісілердің аясында бірге қосқанбыз. Нұрлан Құлбай енді біздің қызметкер болмағандықтан бізге қиын болды. Ол кісі ана бір мұражайда істейді. Көбінесе сондай жұмыстармен істеп, бірақ биылдыққа енді прецедент жасадық, енді сырттан тұрса да, бірақ келешекте университетпен ғылыми зерттеу жұмыс жасайды деп, оны да ішке кіргіздірдік. Сөйтіп ол кісілер әрі қарай нәтижесін жеткеннен соң монография шығады, статьясы да шығады. Содан кейін әрі қарай неге жұмсауға болады. Енді басқа адамдар қатыса алады ма ол? Қарастырайық. Бұл енді зерттеу кеңесінің құзыры. Асқар Абеевич отыр. Неге қарастырмасқа? Біздің жаңа айттым ғой, приоритеттерге сәйкес келетін болса, содан әрі қарай не? Енді бұл көбінесе Бибаш арасында сіз сияқты профессорларға емес, бұл көбінесе жас балдарға. Ертең оның әлі ғылымы жоқ, мектебі жоқ, бірақ бір кішкене өзіне бір қалай бір бэкграунд қалыптастыру үшін. Сол үшін жасақталған дүние еді ғой. Сөйтіп соның есесінен келесі этапта ар жаққа тапсыруға мүмкіндіктер алады. Жақсы, онда Рахмет. Сау болыңыз. Во-первых, хочу огромное спасибо вам сказать за такой отчет, развернутый, я громко говорю, развернутый и даже познавательный, могу сказать, да? Отчет такой, где мы такую экскурсию прошли, как будто сами учимся в этом университете. Большое вам спасибо за такой коллектив, который может воспитать наших ребят, которые высоко взлетают, и знаете, всему миру могут сказать, что у нас есть такой университет Есенова. Бренд, можно сказать. Всем вам крепкого здоровья, благополучия, удачи, чтобы такие сертификаты каждый год получали. Спасибо, Руслан. Спасибо, Руслан. Саламатсыз ба, Берік Бақытжанұлы, қайырлы күн барлық қонақтарға, қатысушыларға. Мен туризм және тілдер факультетінің бірінші курс студенті Раухан Сая. Мен негізі Қызылорда облысынан келіп, осы Есенов университетінде оқып жатырмын. Маған барлығы ұнады. Алайда бір алып қосар ұсынысым бар еді. Біз сабақтан тыс уақытында студенттер жиналуға орындар болса деген менде идея бар. Әдетте біз жиналғанда асханаға немесе кітапханаға жиналамыз. Алайда бізге топтық жұмыстарға ыңғайлырақ орындар болса деген ұсынысым бар. Бұл бізде студенттік өзін-өзі басқару ұйым бар, Union деген. Солар жылда көтереді. Камила отыр, осы кісінің басшылығымен президент өзара президентін сайлайды, ары қарай ол кісілер инициатива көтереді, ғылыми кеңестің мүшелері ол кісілер. Енді ішкі локациялардың ішінде отыратын ортақ жұмыстар жасақтауға біздер 50 миллион теңге университеттің 1% бюджетін бөлеміз бе деп шешкенбіз. Былтырлары осы 3-8 миллион қазір мемлекеттік сатып алу порталында әрі қарай сатып алып тұрылады. Одан бөлек енді локация, енді ол коридорный зонадағы локациялар бар. Одан бөлек Union каждый раз сұрайтындар, біз бөлек өзіміз жеке дара бір локациямыз болса деп сұрайтын. Соған ана Теңіз академиясының 5-ші қабаты бар емес па? Сол жерде 200 шаршы метр жерді ремонттап дайындап қойдық енді. Себебі мен жаңа көрсеттім ғой статистиканы, 8700 студент оқиды. Өкінішке орай уже не жетіспейді, площадьтар жетіспейді. Аудандардың барлықтары қазір сабақ процесінде пайдаланады таңертең кешке дейін. Сондан бөліп алып, сол сізге мәдеп беретіндей өкінішке орай жоқ. Сондықтан біз 5-ші мансардадан бір әдемілеп, жақсылап бір локация жасап қойдық. Мен ойымша, сол бір айдың төңірегінде одан Нұрбат Төлегенович. Қазір тапсыру процесі бітіреді. Дайын ғой да? Онда сол локацияны сізге бөліп қоямыз енді. Ары қарай келесі этапта презентовать етеміз. Жақсы. Құрметті, тағы сұрақ бар ма? Қайырлы күн, құрметті қатысушылар, Берік Бақытжанұлы.
Мен ғылым және технологиялар факультетінің 3-ші курс студентімін. Енді кезекте мен осы жерде сіздердің жасап жатқан жобаларыңызды, инициативаларыңызды көріп шынымен риза екенімді білдіргім келеді. Осыған орай бір кішкентай ұсынысым бар. Мынау қазіргі таңда спорт кешенінде тренажер зал бар. Сол тренажер залда жаттығуларды, спорттық жаттығуларын жасап жатырмын. Осыған орай бір біздің жаңаша мүмкіндіктерімізді ашу мақсатында, сонымен қатар жағдайдың қолайлылығын арттыру мақсатында тренажер залын үлкейтіп, кеңейтіп, сол жердегі жабдықтарды заманауи үлгімен қалыптастырса деген ниеттемін. Жақсы. Бізде ана кроссфит деген бізде бренд болған, келген. Біз осыны бізге ауданды берсеңіздер, біз соған кірейік. Кешке қарай ақылы қызмет көрсейік, бірақ 6-ға дейін өзіңіз студенттеріңіз пайдалануға деген ұсыныстар келген. Себебі университеттің бюджетіне қарайтын болсақ, ол 50 миллионның үстіндегі бюджет қаражат қажет етеді. Себебі әрбір тренажердің өзі, енді для домашнего пользования деген бар, бір адам айтады, демалдырып қояды. Бірақ жаңа промышленникке 1,5 миллион, 2 миллион төңірегінде. Енді есептей беріңіз, 7000 студентке қанша тренажер керек екен. Сонымен үлкен қаражат мөлшері қажет болғандықтан сондай бір партнер іздегенбіз. Кім бізге кіріп, бірақ соған істейді деп. Онымен пандемия болды, басқа. Соны көп ұзамай 5 жылда өтіп кетіпті ғой. Соны бір меніңше биылдыға университеттің қаражатының есебінен шынымен енгізіп, соны істеп беретін шығармыз онда. Жақсы, рахмет. Менің өзімде енді осыған бір көкейімде жүр енді. Ар жерге қарайсың, жаңа Казгюдің университетіне барсақ, қандай керемет сондай бізді тренажерный блок істеп тұр. Студенттер де басқа да қатысып, жоқ, ол жерде тренажер болғанда бәрі ескі де, көбісі істен шығып кеткен ғой. Бассейн бар, жасыл алаңдар бар, баскетбол, волейбол, футболдар бар, бокс залы бар, бірақ ана именно кроссфитке, қазір енді барлықтары денесіне қарайтын болып кетті Ғалжан Салтайдың. Бұрынғыдағыдай тек сабақты емес, кешке қарай диета ұстайды, сондай заман болды енді, қайтесің. Сонымен соған қатты көңіл бөлетін заман, сондықтан барлығы қыздар да, балдар да бәрін соны сұрайды. Да, солай дұрыс. Тағы сұрақтарыңыз болса, қарашы Шарикани, 5 минут. Осымен аяқтасақ, әрі қарай мен енді бір формалды емес форматта сіздерге жауап беремін. Құрметті қонақтарға үлкен рахмет айтқым келеді жылы сөздеріңізге, өйстіп біздің басшының есебін бағалағанға. Бірақ шыны керек, көп мәселелер бар әлі, не все так идеально. Берік Бақытжановичтың басында қайта-қайта креативтік идеялар келе береді. Ол идеяны жүзге асырамыз деп біздер түнімен ұйықтамай көзіміз бақырайып сөйтіп жүреміз да, сондай кезде жынымыз да келеді осы бастығымызға. Бірақ нәтижесін көргенде бүгінгідей көкірегіміз көтеріліп, мақтанып тұрамыз. Берік Бақытжанович профессор атағын алғанда, құттықтауға барғанда айтқан нағашылары негізі Бекет атаның ұрпақтары екен. Сол Құртай кезінен анасы Бекет атаның басына әкеледі екен Берік Бақытжановичті. Извините, да, расскажу. Сонда Берік Бақытжанович айтады, Құртайына, мен ойлайтын едім, ертең өскенде Маңғыстаудың жеріне, еліне бір еңбегім сіңіп, бір жақсы үлес қосқым келеді деп. Сол үлестің тек қана бастамасы болсын осы жұмыстар. Біздер, осы университетте енді 30 жылдан аса еңбегіміз сіңген адамдарымыз, жергілікті адамдар бар, басқа жақтан келіп, елімізді, жерімізді жақсы өріп, бір әулеттей болып қалған сол осы университеттің қыз балдарымыз, аузы біршілікте бар, жұмыс ретінде арасында келісеміз де, бірақ бәріміз мақсатымыз бір. Берік Бақытжановичті қолдап, осы біздің университетті жоғары деңгейге жыл сайын көтере. Рахмет. Көп рахмет, Шариканивна. Құрметті әріптестер, әрі қарай енді мен барлық уақытта білесіздер, 24/7 әлеуметтік желіде басқасында оқып отырамын, жеке өз басым оқып отырамын, енді неше түрлі зат жазады, енді шындап келген кезде. Бірақ дегенмен, не істеп жатқаны туралы, тенденция туралы енді барлық ақпарат алуға мүмкіндіктер бар. Сондықтан енді қоғаммен де, әртүрлі біздің Ақжүн Салтаевнамен де күнде спорласамыз, айтамыз, бір-бірімізге ренжісеміз, ол кісі айтады, маған айтады, мен ол кісіге айтамын. Бірақ енді бір-бірімізге жаңағы бір ортақ бір жұмыс істеп келе жатыр. Маңғыстау өңірінің дамытайық па, қалай істесек, оқу жағынан, ағарту жағынан, ғылым жағынан, енді әрине бір ортақ жұмыс. Университет болғандықтан
әрбір өңірдің дамуы меніңше сол осы университет өңірге байланысты. Университетте себебі ғылым да, білім де, басқасы да университет деңгейіне болады. Үшінші миссиясы деп қазір қосылып жатыр. Осымен біздің әріптестеріме көп рахмет айтқым келеді. Себебі бір адам ештеңе істей алмайды. Бір адам тек қана артында тұрған азаматтардың арқасында көп зат істейді. Сіздер енді қолдап осы бір деңгейге жеткізгенде сіздің арқаңызда декандық корпус бар, кафедра меңгерушілері бар, бөлім басшылары бар, барлығы бір ортақ стратегияға, ортақ миссияға. Әріптестеріме, жақсы лебіздеріңізге, Нұрила сізге көп рахмет. Енді жақсылықта кездесейік. Есеновтің ертеңі үлкен болсын, біздің шаңырағымыз тек қана көк ордамыз тек қана дами берсін. Рахмет.
you're screaming out, but you can't make a sound, you know. It's only a dream when your back hits the ground and things turn around, you know. It was only a dream, 'cause nothing is as bad as you think. Even when you're pulling at the seams, when the lights go out, you still got me. Oh,